Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгін этика және эстетика пәні бойынша 4-ші лекция тақырыбын қарастырамыз. Яғни діни этика және қоғамдағы рөлі. Лекция жоспарында мына мәселе қарастырылады. Бірінші, діни этиканың мәні және оның қалыптасу негіздері. Екінші, әлемдік діндердегі этикалық қағидалар, яғни ұқсастықтар мен ерекшеліктер. Үшінші, ислам, христиан және буддизм этикасының салыстырмалы талдауы. Келесі, зайырлы этика, адамгершілік негіздері. Соңғы сұрағымыз діни және зайырлы этика, қоғамның моральдық негізі. Діни этика дегеніміз бұл дін негізінде қалыптасқан моральдық қағидалар жүйесі. Ол адамның рухани дамуына әсер етіп, жеке тұлға, отбасы және қоғамның үйлесімді өмір сүруіне ықпал етеді. Діни этика адамгершілік нормаларын белгілеп, іс-әрекеттерге бағыт береді. Әрбір діндегі этикалық қағидалар адамның ішкі дүниесін, қоғаммен қарым-қатынасын және дүниетанымды реттейді. Осылайша діни этика қоғам тұрақтылығының маңызды фактор болып табылады. Діни этика адамзаттың мәдени және рухани дамуына әсер еткен моральды құндылықтардың бастауы болып табылады. Діндер адамды әділдікке, адалдыққа, мейірімділік пен кешірімділікке үндеп, дұрыс өмір сүруге бағыттайды. Исламда шариғат ережелері болса, христиан дінінде махаббат пен кешірім, буддизмде жанашырлық пен қарапайымдылық, яғни бұл басты құндылықтар ретінде танылады. Бұл қағидалар адамның ішкі дүниесін байытып, жауапты тұлға ретінде қалыптасуына ықпал етеді. Діни этика қоғамдағы тәртіп пен тұрақтылықты сақтауға ықпал етеді. Ол адамдар арасындағы әділеттілік, адалдық, сенімділік пен сыйластықты нығайтып, өзара құрмет пен жауапкершілікке тәрбиелейді. Діннің моральды қағидалары адамға қоғамдағы орнын түсінуге көмектеседі. Ал діни этикасыз моральды құндылықтар әлсіреп, қақтығыстар мен тұрақсыздық орын алуы мүмкін. Діни этика ұлттар мен мәдениеттер арасындағы байланысты нығайтады. Әр дінде бірлік, татулық, түсіністік пен бейбітшілікті насихаттайтын ортақ құндылықтар бар. Діни мораль болса, толеранттылық пен өзара сыйластықты дәріптеп, яғни көп ұлтты қоғамдарда тұрақтылықты сақтауға ықпал етеді. Енді жеке-жеке, яғни белгілі әлем діндерінің 3 дініне тоқталсақ. Бірінші, буддизм дінінің этикасы. Буддизм дінінің этикасы жанға зиян келтірмеу, жанашырлық пен қарапайымдылыққа негізделген моральдық жүйе. Ол адамның ішкі тыныштығы мен, яғни рухани жетілуін басты құндылық ретінде қарастырады. Будда ілімінде дұрыс ойлау, дұрыс сөйлеу және де дұрыс әрекет, яғни ету секілді қағидалар арқылы адам өз өмірін үйлесімді етіп қалыптастырады. Ал христиан дінінің этикасында сүйіспеншілік, кешірімділік пен мейірімділікке негізделген моральдық қағидалар жүйесі бар. Иса пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның іліміне сүйенетін бұл этика әділеттілікке, кішіпейілдікке және өзгеге қамқорлық көрсетуге үндейді. Христиан дінінде Құдаймен және адамдармен үйлесімді қарым-қатынас орнату басты құндылықтарының орны бірі болып табылады. Енді ислам дінінің этикасы. Бұл этикада адалдық, әділдік, мейірімділік, сабырлық және де жауапкершілік негізделген моральдық қағидалар жүйесі бар. Яғни шариғат ережелері арқылы адамды тура жолға бағыттап, ата-ананы құрметтеу, көршімен жақсы қарым-қатынас орната отырып, өзгеге зиян келтірмеу сияқты қасиеттерді насихаттайды. Ислам діні адамды рухани кемелдікке жетелеп, қоғамдағы үйлесімділікті де сақтауға үндейді. Енді қазір қоғамда діни этика маңызды рөл атқарады. Себебі жаһандану мен технологиялық дамудың әсерінен моральдық құндылықтар өзгеруде.
Діни мораль адамдарға бағыт бағдар бере отырып, рухани құлдырауын сақтайды. Әлеуметтік әділетсіздік, отбасылық құндылықтардың әлсіреуі, экологиялық мәселелер және сенімнің жоғалуы сияқты проблемаларды шешуде діни этика өте маңызды рөл ойнайды. Енді зайырлы этика мәселесін айтайық. Зайырлы этика мемлекет пен қоғамның діни ықпалдан тәуелсіз моральдық принциптерін білдіреді. Ол адамдағы, яғни қоғамдағы іс-әрекеттерін реттейтін жалпы адамгершілік құндылықтарға негізделген. Бұл этика дінге тәуелсіз болғандықтан, зайырлы қоғамдарда заңдар мен моральдық нормалар негізінде әрекет етуге бағытталған. Енді осы діни этика мен зайырлы этиканың байланыстары мен айырмашылығын атап өтсек. Бірінші, айырмашылықтары. Яғни бірінші негізгі көздері. Діни этика діндердің қасиетті кітаптарына негізделіп, адамның мінез-құлқын реттейді. Ал зайырлы этика болса, діннен тәуелсіз адамгершілік пен қоғам заңдарына сүйенеді. Енді қолдану аясы. Діни этика дінге сенетін адамдарға арналған. Ал зайырлы этика болса, барлық адамдарға ортақ моральдық нормалар ұсынады. Енді құндылықтар мен қағидалар мәселесіне келсек. Яғни діни этика әр діннің моральдық заңдарын негізделеді. Зайырлы этика болса, жалпы адамгершілік нормаларына сүйенеді. Енді байланыстары. Адамгершілік негіздері бірінші. Яғни діни этика мен зайырлы этика әділдік, адалдық, жауапкершілік сияқты адамгершілік принциптерін ұстанады. Келесі қоғамдық тәртіп. Діни этика мен зайырлы этикада қоғамдағы тәртіпті сақтауға бағытталған. Келесі әлеуметтік жауапкершілік ретінде. Яғни діни этикада жауапкершілік дін негізінде, ал зайырлы этикада ол заңдар мен адам құқықтарына негізделеді. Сонымен діни этика мен зайырлы этика арасында тығыз байланыс бар. Өйткені екеуі де адамгершілік принциптер мен қоғамдағы тәртіпті сақтауды көздейді. Діни этика дін негізінде моральдық құндылықтарды ұстанса, зайырлы этика болса, жалпы адамгершілік құндылықтарға сүйеніп, діннен тәуелсіз принциптерін ұсынады. Осылайша әртүрлі көзқарастар бір-бірін толықтырып, қоғамдағы үйлесімдік пен тұрақтылықты қамтамасыз етеді. Қорытындылай келе, діни этика қоғамдағы моральдық және де рухани тұрақтылықтың негізі болып табылады. Ол жеке тұлғаның дамуына, отбасының нығаюына және де қоғамның үйлесімділігіне ықпал етеді. Діни мораль адамдар арасындағы құрмет пен сенімді арттырып, әділеттілік пен тұрақтылықты сақтайды. Діни этикасыз болса, қоғам моральдық дағдарысқа ұшырауы мүмкін. Сондықтан оның қағидаларын сақтау өте маңызды болып табылады. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Yeah.